Бәріңізге сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге арнап көптеген пайдалы рецептер шығаратын боламын. Алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, күнделікті менің рецептім шығып тұруы үшін осы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің рецептерім сіздерге көрініп тұратын болады. Бүгін біз түрік печеньесін дайындайтын боламыз. Сетіден өткен ұнымыздың үстіне манная кашаны қосып, үстіне содан кейін қант ұнтағын қосып, содан кейін разрыхлительді қосып, барлығын қасықпен араластырып аламыз. Бұл бізде құрғақ қоспаларымыз. Енді үстіне сары майымызды қосып, содан кейін бір жұмыртқамызды қосып, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Заттарын алдын ала өлшеп дайындап қойдым. Сіздерде алдын ала өлшеп алсаңыздар жақсы болып шығады. Біздің қамырымыз міне дайын болды. Енді осылай ұзын қылып жасап, барлығын кішкентай етіп кесіп шығамыз. Барлығын кесіп болғаннан кейін осылай қолымызбен әрбірін домалақтап шығамыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады. Ұн сеппесеңіздер де болады. Өте оңай дайын болатын печенье. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп уақытыңызды алмайды. Осылай барлығын домалатып алғаннан кейін, осылай астына пергаментная бумага төсеп, барлығын салып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Бетін сәндеуге бізге грек жаңғағы мен мак қажет болады. Осы екеуін дайындап қоямыз алдын ала. Және бетіне енді жұмыртқаны жағамыз. Мен жұмыртқаның ағын жақтым, бірақ сіздер жұмыртқаның сарысын жағыңыздар, сол кезде әдемі болып тұрады. Барлығын жағып болғаннан кейін бетіне макты аздап себелеп шығамыз. Печеньемізді сәндеуге осы макты қосамыз, және үстіне грек жаңғағын қосамыз. Жаңғақты қосқан кезде ол да бір ерекше дәм береді. Менің каналымдағы тәтті тағамдар сіздерге қызықты болса, пайдаңызға жараса, мен қуанамын. Астына түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне жазсаңыздар болады. Және тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта торттардың және басқа да ерекше тағамдардың рецептісін шығаратын боламын. Барлығын осылай міне грек жаңғағын салып шықтық. Енді пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 20-30 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньелеріміз дайын болды. Пісті, осындай болып шығады. Дәмді әрі балаларға да өте тойымды, үгітілмелі печенье шықты. Менің каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдасыз тиер деген ойдамын. Не дайын болды. Осындай үгітіліп тұрады. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болғаныңыз бақыт. Сау болыңыздар.